Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде басталған ұлы даланың ұлы дәстүрлері айлығы қорытындыланды. Наурыз айынан бері білім ордасындағы әр факультет қазақтың төл әдет ғұрыптарын театрландырылған қойылым арқылы насихаттаған еді. Гала концертте салт дәстүрмен қатар ұлттық ойын түрлері де жаңғыртылды. Мазмұнды шара алдында жастар іргелі оқу орны жанындағы саябақта көгалдандыру жұмыстарын жүргізді. Әр факультет өз еншісіндегі аумақты тазартып, көшеттер отырғызды. Ұлы даланың ұлы дәстүрлері айлығы әз Наурыз мейрамынан бастау алған еді. Ашық аспан астында өткен қорытынды кеште ақшаңқай киіз үйлер құрылып, ұлттық тағамдар пісірілді. Әрі дәстүрлі музыкалық шығармалар орындалды. Бүкіл осындай жақсылық, осындай біздің еліміздің дәстүрін, ұлтымыздың салтын сақтап, оны болашақтағы жастарға ары қарай дамыту, елдігін сақтау, мәңгілігін сақтау, қазіргі үлкен елбасының рухани жаңғырудың үлкен бір тұтқасы деп есептейміз. Гала концертте оқытушылар мен студенттер театрландырылған қойылымдар ұсынып, бабадан қалған байырғы әдет ғұрыптарды дәріптеді. Мәселен, ветеринарлық медицина және биотехнология факультеті бөбектің тұсауын кесу рәсімін, ал болашақ қаржыгерлер келін түсіру салтын орындады. Әрбір факультет өзінің қазақ дәстүрлерін бөліп алып, сол дәстүрлерін көрсетіп, сахна түрінде бүкіл қонаққа шақырып бүкіл факультет университет аумағында өткізген болатын. Ал енді бұл соңғы гала концерт болғандықтан басқа университеттерде шақырып, өзіміздің бүкіл университетіміздің қауымы болып, осы іс-шараны қолға алып жатырмыз студенттердің біріне. Бұған қоса этно ауылда арқан тартыс, қол күресі, гір-тасын көтеру, асық ату және тоғызқұмалақ ойындарынан сайыс өткізілді. Еркебұлан Самадияров, Тарас Қажымов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.